Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен муссовый красный бархат тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Дәмі мороженое сияқты өте дәмді шығады. Сондықтан міндетті түрде даярлауға кеңес беремін. Алдымен красный бархат бисквитін даярлаймыз. Ол үшін бізге 330 грамм ұн, 200 грамм қант, 150 грамм сары май, 150 грамм өсімдік майы, 3 дана жұмыртқа, 270 мл айран, 2 шай қасық красный краситель, 1 ас қасық какао, 1 шай қасық разрыхлитель, 1 шай қасық сода және 4-тен 1 шай қасық тұз қажет. Алдымен құрғақ заттарымыз ұн, какао, разрыхлитель соданы венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Үй температурасына сары майды бір ыдысқа салып, оған 1 шымшым тұз және қанттың барлығын қосып, оны миксермен жақсылап араластырамыз. Сары май ағарып, оның көлемі ұлғаюы тиіс. Келесі кезекте жұмыртқаларымызды біртіндеп отырып қосамыз. Бірінші жұмыртқамызды қосамыз, содан соң миксермен жақсылап араластырамыз. Содан соң екінші жұмыртқаны қосамыз. Содан соң тағы да миксермен араластырамыз. Осылайша 3 жұмыртқаның барлығын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы массамызға сұйық майды қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Айранға 2 шай қасық гелевый қызыл краситель қосып, болмаған жағдайда порошковый красительді қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Келесі кезекте құрғақ заттарымыз бен сұйық заттарымызды кезектестіріп отырып салатын боламыз. Ең бірінші құрғақ заттарымызды елеп отырып қосамыз. Содан соң оны миксермен жақсылап араластырамыз. Содан соң айранды, яғни сұйық затымызды қосып, оны тағы да миксермен араластырамыз. Содан соң құрғақ заттарымызды елеп отырып қосамыз. Содан соң қайтадан сұйық затымыз айранды қосып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Осылайша барлық құрғақ заттарымыз бен сұйық заттарымызды қосып, миксермен араластырып, біркелкі массаға айналдырамыз. Бисквитті 175 градуста қызып тұрған пеште 30 минут көлемінде пісіреміз. Бисквитті 2 бөліп пісіретін боламыз. Біз бисквиттің тек бір бөлігін ғана осы тортта қолданамыз. 20 сантиметрлі форманы фольгамен орап, оған бисквитіміздің жартысын құйып, оны алдымен пісіріп аламыз. Содан соң екінші бөлігін пісіретін боламыз. Айтып өткенімдей, бұл тортта біз тек бисквиттің бір бөлігін ғана қолданамыз. Бисквиттің дайын болғанын міндетті түрде ағаш палочкамен тексереміз. Одан соң бисквитті формадан шешіп, оны міндетті түрде сетканың үстінде суытамыз. Суыған бисквитті пищевая пленкамен орап, холодильникке ең кемінде 3 сағатқа салып қоямыз. Конфитюр даярлаймыз. Ол үшін бізге 350 грамм жидек, менде облепиха, 10 грамм желатин және оған 60 грамм су қажет. 100 грамм қант және 12 грамм кукурузный крахмал қажет. Алдымен желатинді суға салып, оны араластырып дайындап қоямыз. Облепиханы погруженный блендермен езіп, оған пюре дайындап аламыз. Оған қанттың барлығын қосып және крахмалды қосып, оны жақсылап араластырамыз. Әбден араласқан массамызды біз газға қоямыз. Газға қойып бірнеше минут қайнатамыз. Сонда осы массамыз қоюлануы тиіс. Осы массамыз аздап суығаннан соң, яғни температурасы шамамен 60 градусқа жеткен уақытта, біз оған желатиннің барлығын қосып, оны жақсылап араластырамыз. Осы жерде айтып кететін жайт, осы массаның температурасы 60 градустан жоғары болмауы тиіс. Себебі желатин өз құрамынан айырылады. 18 сантиметрлі форманы біз оны пищевая пленкамен астын орап, оның үстіне осы массамызды құйып, оны морозильникке жібереміз. Яғни осы конфитюріміз морозильникте тұрып қатуы тиіс. Келесі кезекте мусс даярлаймыз. Ол үшін бізге 250 грамм творожный сыр, 300 грамм сливки, 33%-дан жоғары, 10 грамм желатин және оған 60 грамм су және 100 грамм қант қажет. Алдымен желатин мен суды араластырып, оны алдын ала дайындап қоямыз. Өте суық сливкиді алдымен баяу жылдамдықта миксермен араластырамыз. Содан соң жылдамдығын көбейтеміз. Сливкиді до плотных пиков өте көп араластырмаймыз, жай ғана жұмсақ болып өз формасын ұстауы тиіс. Үй температурасына творожный сырға қанттың барлығын қосып, оны миксермен біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз.
Желатинді на водяной бане аздап ертіп аламыз. Содан соң осы желатинді творожный массамызға қосып, оны миксермен біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болуы тиіс. Осы массамызға сливкидің барлығын бірақ қосып, оны жақсылап лопаткамен араластырамыз. Келесі кезекте тортымызды құрайтын боламыз. Ол үшін формамызды, яғни 20 сантиметрлік форманы пищевая пленкамен орап аламыз дайындап. Одан соң оны ағаш тақтайдың үстіне қоямыз. Тортымыздың жан-жағын барлығы тегіс болу үшін біз ішіне ацетатная пленка қоямыз. Муссымызды негізі 3 бөлікке бөліп аламыз. Одан соң оның бір бөлігін осы формамыздың ішіне орналастырамыз. Оны тегістеп шығамыз. Одан соң красный бархат бисквитімізді 18 сантиметрлі етіп кесіп алып, оны ішіне орналастырамыз. Аздап басыңқырап мусқа енгіземіз. Мустың екінші бөлігін құямыз. Содан соң оны да тегістеп шығамыз. Осы мустың бетіне конфитюрімізді орналастырамыз. Конфитюрді аздап басыңқырап мусқа енгіземіз. Үшінші бөлігінің барлығын құйып, оның бетінің барлығын тегістеп шығамыз. Осы мустың бетіне бисквитіміздің екінші бөлігін орналастырамыз. Содан соң 6-8 сағатқа толық қатқанға дейін морозилникке салып қоямыз. 6-8 сағаттан соң тортымызды шығарып, оның ацетатная пленкасын шешіп, формасын шешіп, оған зеркальный глазурьді бірден құямыз. Себебі үй температурасында тұрған муссовый торттың бетінде конденсат пайда болады. Сондықтан оның бетінде морозилниктен шығарған бойда зеркальный глазурьді құюымыз тиіс. Егер осы мен жасаған декор зеркальный глазурь сіздерге қажет болған жағдайда, сіздер комментарийға плюс қойып өтсеңіздер болады. Мен келесі рецептте міндетті түрде бөлісуге тырысамын. Осы бір ерекше тортты сіздер де даярлап, міндетті түрде жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет.